Ассалам алейкум, қазақ елі. Не деген дорожка қараңыздаршы, я? Бетоннан жасап қойған бәрін. Мына машине тұратын, грузовойлар тұратын территорияны қараңыздар. Не деген бетон мынау, не деген бетон міне. 40-50 сантиметрлік бетон осындай. 100-150 тоннаны ашейін көтеретін бетон ғой мынау. Территорияның барлығын осындай бетонмен қаптаған. Біз Яллама таможный терминалында тұрмыз. Міне үлкен территория, өз жерде барлық грузовойлар тұр. Пожалуйста, бәрін бетонмен, машина жүретін жердің бәрін бетонмен қаптаған. Керемет па? Керемет жігіттер, я? Біз деген артта қалып баратымыз жігіттер. Қазақстан болып. Біздің осындай терминалдар, СВХ-ларды көрсеңіздер, шаң, тозаң болып жатыр. Мына жерде міне туалет бар. Туалеттің өзі тегін жігіттер, тегін. Міне, ішінің бәрі тап-таза. Бәрі адамдар үшін жасалынған дүние. Міне, қараңыздаршы, бетон. Мінерде мынандай электронный очередіңді қарап тұра бересің міне. Табло бар, мінерде көрсетіп тұр. 506 машина өтіп жатыр. Біздікі 643. Осын тосып, үстіп жүре бересің. Аяғың батпақ болмайды, шаң болмайды. Ана жақта терминал бар, ар жағында тамақ істейтін жер бар. Тамағыңды ішіп жүре бересің міне. Қандай керемет, міне. Осылай жасау керек деп ойлаймын міне. Өзбекстаннан қалып кеттік біз бір 20 жылға қалып кеттік жігіттер. Мынау ят болды енді. Шын айтам бар ғой, мынаны көріп қатты ұялдым мен, өзіміздің Қазақстаннан ұялдым. Осы біздің жерлермен Өзбекстанның да машиналары жүреді ғой, күлетін шығар бізге осы. Мынаны қараңыздаршы деп. Ал енді мынаған не айтасыздар енді? Бетонның состояниясын көрдіңіздер міне. Үлкен территория мына, не деген қаптап тастаған территорияның бәрін бетонмен. Жігіттер, артта қалдық жігіттер, ятай. Қазақ елі ятай. Енді айтсам, өзім де қазақпын, өзім де Қазақстанда тұрамын. Енді ят мынау енді. Шын айтам бар ғой. Біздің өзіміздің міне Қытайдың өзінің шыққан кезде, Қазақстанға кірген кезде, білесіздер я, СВХ-сы қандай екенін. Жаңбыр жауса батпақ болады, құрғақ күн ыстық болса шаң тозаң болады. Міне үстіп жүруге болады ғой, үстіп жасап қоюға болады ғой. Неге осылай жасамасқа? Ятай болды. Туалет тегін жігіттер, туалет тегін. Бізде железно осыны бар ғой, платный жасақ қояды бар ғой, 100 теңге, 200 теңге деп. Қазақстанда, Қытайдан өткен кезде қазақтың несінде 200 теңге туалет деген бағасы. Ал енді не айтасыздар енді осы видеоға? Алдында мен айтып едім, жолын салып едім, осындай бетон жолын. Ой, өтірік дедіңіздер. Ал енді не дейсіздер енді?